қай жасымнан бастап басталған есімде жоқ, бірақ бір уақытта әр жыл сайын осындай период келген кезде қобалжып, не істейміз, қандай номер қоямыз концертке, ақша қайдан табамыз сыйлыққа деген сұрақтар мазалайтын период болды. Бұл 8 наурыздың қарсаңында. Бүгінгі әңгімеміз, менің әңгімем ғой, получается. Менің әңгімем 8 наурыз мерекесіне қатысты болады. Кеттік. Сәлем адамдар, махаббаттың түсі бұл адамдар туралы, олардың сезімдері туралы және қарым-қатынастары туралы подкаст. Егер осы тақырып саған қызық болса, саған ұнаса, онда кез келген подкаст платформаларынан және Инстаграмнан, Телеграмнан, Ютубтен біздің эпизодтарымызды бақылап отырсаң болады. Сол үшін жазылып қоюыңды сұраймыз. Қазір көптен бері біраз уақытта айтылып жүрген, бірақ әрбір әңгіме болған сайын қайтып айтылу керек бір маңызды нәрседен бастағым келіп тұр. Бұл осы мерекенің тарихына байланысты. Вообще қалай басталды бұл нәрсе деген. Кезінде 1907 жыл ма екен, қателеспесем, Цеткин Клара деген кісі бастайды. Біз бәріміз әйелдер болып жиналайық та, давай өзіміздің жағдайымызды жақсартайық. Жұмыста қиналып жүрміз, біздің дауысымыз есептелмейді деген сияқты мәселелерді көтерейік, солай өзіміздің құқығымызды қорғай бастайық дейді. Сөйтіп осы кісі ең басында бастаған болады да, одан 1-2 жыл өткеннен кейін ғой деймін, наурыз кезінде олар көшеге шығып сол ұсыныстарды, сол талаптарды жасау әдетке, дәстүрге айналады. Дегенмен әр уақытта наурыздың әртүрлі күндерінде бұл дәстүр болғанымен әртүрлі елде әртүрлі күн болады. Біреуде 1 наурызда, біреуде 10 наурызда деген сияқты. Сөйтіп Біріккен ұлттар ұйымы қателеспесем 20 ғасырдың орта жағына қарай осы күнді халықаралық әйелдер күні қылып жасайды, және бұның негізгі мәні әйелдердің құқығын қорғауға күресіне қатысты солидарность дейді, қазақшасы қалай екенін білмедім. Сол құқығын қорғауды қолдау мақсатында жасалған күн болады. Солай әр уақыт сайын осы күн атап өтілетін болады. Дегенмен атап өткен кезде қазіргідей шампанмен, тюльпанмен емес, көшеде сол бір құқықтарды, сол бір әйелдердің мәселелерін көтеріп, сол бір маңызды дүниелерді алға тартып, адамдардың есіне түсіріп отыратын болады. Адамдар, әйелдер де адамдар, олардың жағдайы қиын болады, соған қараңдар және жақсартуға тырысыңдар деген үндеумен. Жалпы қандай да бір мерекелер туралы ойланған кезде, оларды тойлаған кезде, оның түпкі идеялық, маңызды идеялық бір символы ретінде қарастыру керек деп ойлаймын. Ол дегеніміз, символы дегенде, бұл мереке ненің символы? Бұл нені білдіретін символ дегенді. Мысалы 22 наурыз дегенде бұл жаңа жылдың символы, көктем келді, жерге жаңадан шөп шығып жатыр, әлем жаңарып жатыр деген қуаныш. Көрісу мерекесінде 14 наурыз, қателеспесем, адамдар, біз қыстан аман шықтық, сендерде тағы көрші ауылда, одан кейінгі ауылда тағы кім аман шықты, сен малдарың аман ба, өздерің амансыңдар ма, соны білу үшін адамдармен барып көрсететін болған. Бұл бір амандық, үміттің бір жаңа қауышудың символы. Сол сияқты тағы не, туған күн, мысалы, ол да мереке, адамдар жаңа бір этапқа көшіп жатыр, жаңа өмірдің жаңа бір парақшасын ашып жатыр деген сияқты символ болады. Сол үшін ол маңызды. Сол сияқты 8 наурызда маңызды, өйткені оның символы әйелдердің еркіндігі, әйелдердің базалық құқықтары, олардың қажеттіліктерінің өтелуі деген сияқты маңызды нәрселер болды. Осы символды ұмытпауымыз керек. Осы күнде не еске түсіп жатыр? Біз нені тойлап жатырмыз, по сути, деген нәрсені ұмытпау керек.
осы мереке кезінде нені істеген дұрыс деп санаймын. Немесе өзің қалаған, өзің әдетте жасайтын әрекеттерден бөлек тағы нені істеу керек. Ең бірінші ол бірінші саналық әрекеттер деп айтуға болатын шығар. Яғни адам ұғыну керек нәрселер бар. Вот, мен қасымда қыздар бар, или мен өзім қызбын, мен өзім әйелмін, және не білуім керек, нені ұмытпауым керек. Ол өте қарапайым, өте банальный және өте маңызды нәрселер. Ол мысалы үшін мен адаммын, мен толыққанды адаммын, немесе мен қасымдағы әйелдер, олар толыққанды адамдар, тұлғалар, олардың өзінің қажеттіліктері бар, олардың өзінің армандары бар, қалаулары бар, және ерекшеліктері, әдеміліктері бар. Олар қыз болған үшін әдемі емес, немесе олар біреудің әйелі болған үшін, біреудің қарындасы болған үшін, или бір сондай бір киім киіп алған үшін, или сондай бір макияж жағып алған үшін әдемі емес. Ол просто адам болған үшін әдемі, және просто адам болған үшін маңызды. Және осыны біз ұғынуымыз керек. Біз әйелдерге деген қатынасымызды, оларға қатысты көзқарасымызды тағы бір електен өткізіп алу керек. Солай әр күн сайын біздің жасайтын әрекеттеріміз, олармен сөйлескен кезде қолданатын сөздерімізді осы позицияға сай қылып отырамыз. Яғни мысалы кез келген есі дұрыс адам айтады: вот, мен қыздарды жақсы көремін, мен қыздарды құрметтеймін деп айтады. Бірақ құрметтеймін және жақсы көремін деген сөздің аясында қандай әрекеттер жатыр, иә? Бұл қандай әрекеттермен сол жақсы көргенін және құрметін көрсетіп жатыр. Сәл үңіліп қарасақ, бұл әрекеттер кішігірім сәйкес келмеуі мүмкін. Нақтырақ айтсақ, адамдарды бұлай жақсы көруге болмайды. Мысалы, мен жақсы көремін, сол үшін оны қорғаймын, сол үшін оның еркіндігін шектеймін деген сияқты. Үйде отыр, мұндай киім киме, осындай әрекет жасама, бұны мен саған жақсы көріп істеп жатырмын, немесе сені саған деген құрметім, по сути, бұл деген позиция болуы мүмкін. Ал одан бөлек, сен қыз болсаң, то же самое. Мен басқа қыздарға қалай қараймын, или мен өзіме қалай қараймын. Мен осындай нәрселерді істеуме болмайды. Мысалы үшін қандай мысал айтсам болады? Мысалы, маған машина айдауға болмайды, өйткені мен қызбын. Өзіме деген құрметім сондай, өйткені мен оған лайық емеспін. Оны машина айдасам, өзім грубоватый болып кетем. Олай болуға болмайды, өйткені мен қызбын ғой, мен нежный болуым керек. Сол үшін мен маникюр жасап, стереотип дейсің, машина айдамай, лучше пассажирский салонда отырамын, чтобы грубо болып кетпеу үшін, чтобы қыз деген атқа лайық болу үшін, статусқа деп ойлауым мүмкін. Вот осы нәрселерді ой елегіне өткізу керек. Сол кезде белгілі болады. Мен жалпы қыз деген, әйел деген адамдарға көзқарасым қандай, позициям қандай деген сияқты. Сонда осыны ұғынған кезде бізде мынадай бір ой келу керек. 8 наурыз мерекесі дегеніміз, бұл өзіміз үйреніп қалған сияқты қасымызда жүрген әйелдердің қуантып қою, әйтеуір оларға бір сыйлық беру, гүл беру, көңіл аудару, бір күн үй жинамай қой, ыдыс жумай қой, өзім істеп тастаймын, ертең жуасың деген сияқты сондай әзілдер болса, сондай әрекеттер жасамаған дұрыс дегенге келеді. Яғни бұл мерекенің мәні осындай әрекеттер істеуде емес. Бұл мерекенің мәні вообще сол әйел деген адамдарды расында құрметтеу, расында сыйлау, вообще полноценный адам ретінде қарау. Бұл әйелдердің өзіне де қатысты әңгіме, өз-өзіңе полноценный адам ретінде қарау, что яғни
ол 8 наурыз келіп жатыр, значит маған бүкіл еркектер мені сыйласын осы күні, бүкіл еркектер маған мені құрметтесін осы күні, и определенный бір еркектер маған сыйлық берсін осы күні, супер көп көңіл бөлсін деген позиция болмау керек. Неге? Өйткені осылай болса басқа күндер ондай болмау керек дегенге келіп қалады. Яғни 8 наурыз ғой, неге маған сыйлық бермей жатсың? 8 наурыз ғой, неге мені сыйламай жатсың десең, ол ойлайды, окей, мен бүгін сені сыйлаймын, 9 наурыз уже олай істемеуге болады деген нәрсені алып келеді. Ол супер недопустимый нәрсе деп санаймын. Сондықтан осы бір позицияны ұғыну керек. Дегенмен бұл жаңа бір сұраққа келеді. Сонда біз өзіміз үйреніп қалғандай 8 наурызды тойлау дұрыс емес па, әлде все же дұрыс па дегенге келеді. Яғни негізі бізге ұнайды ғой, осы күні әйелдерімізге көңіл бөлген, уақыт бөлген деген сияқты. Және қыздарға особенно ұнайтын сияқты, оларға да барлығы ерекше көңілмен қараса осы күні деген сияқты. Сонда сұрақ болады, осы біз үйреніп қалған нәрселерді істеу дұрыс па, дұрыс емес па деген. Меніңше бұл кезде дұрыс па, дұрыс емес па деген сұрақ маңызды емес. Меніңше маңызды сұрақ бұл маған керек па деген нәрсе. Яғни, вот, допустим, менің қызым бар, және мен бармын, екеуміздің арамызда бұл мереке қаншалықты маңызды. Мен осы мерекені пайдаланып, оны қуантқым келе ма, онымен жақсы уақыт өткізу үшін тағы бір себеп жасап алғым келе ма деген нәрсе. Егер болса, онда без проблем. Егер жоқ болса, тоже без проблем. Өйткені получается, жоқ болса, ешқандай себепсіз-ақ сондай нәрселерді жасауға болады деген сөз. Яғни, осымен айтқым келіп жатқаны бұл андай ғой. Бұл күн, жай ғана күн, сондай бір ерекше әрекеттердің кепілі болмау керек. Ол ерекше әрекеттердің кепілі жай ғана сендердің қарым-қатынастарың болу керек. Точнее, любой адам, любой күні сондай қатынаста болу керек сенімен, және сенің өзің как раз өзіңмен сондай қатынаста болу керек. Өзіңді ерекше жақсы көруің керек, кез келген күні осы күндегідей ерекше сыйлауың керек, ерекше назарға лайық екеніңді білуің керек. Басқа кез келген күнде де дәл осы күндей. Бұл мерекені тойлаймыз ба, тойламаймыз ба деген шешіп алған сияқтымыз, енді. Қалай тойлау керек? Нақтырақ болса, қалай құттықтау керек деген маңызды сұрақ деп ойлаймын. Неге? Өйткені көп мысалдарды көрдім өзім. Әйелдерді құттықтаған кезде мынадай болады. Сендер гүлсіңдер, сендер біздің коллективтің шырағысыңдар, сондай болып жүре беріңдер, немесе сен құлпырсаң мен бақыттымын деген сияқты сондай тілектер болады. Сол үшін гүлдей құлпырып жүре бер дейді. Сосын арулар мерекесі құтты болсын дейді. Сосын аналар мерекесі құтты болсын дейді. Вообще бұның барлығы фигня. Расында бұл арулардың мерекесі емес, расында бұл аналардың мерекесі емес, бұл әйелдердің мерекесі. Ол ару емес, әйел болса да, ол баласы жоқ әйел болса да, ол кішкентай қыз болса да, ол үлкен әже болса да, вообще маңызы жоқ. Тек әйел болса болды, сол адамдардың мерекесі. Яғни аналар мерекесі деп айтпауды ұсынамын, өйткені ана емес адамдар, олар әйел деген статусқа лайық емес деген сияқты логика болып болады. Яғни әрбір қыздың міндеті ол ана болу, болмаса әрбір қыздың өмірлік миссиясы ол ана болу деген түсінік беріп қаламыз да. Сол үшін қыздар ана болмасақ, мен бұл мерекені тойлауға лайық емеспін деген сияқты сезім болуы мүмкін. Ал олай емес. Құттықтауға байланысты 8 наурызбен құттықтаған кезде оның дұрыс әйел ретіндегі образына, немесе дұрыс қыз ретіндегі образына сай болуды тілейтін тілектер керек емес деп ойлаймын. Яғни тезірек күйеуге шығып ал, тезірек бала туып ал, тезірек екінші бала туып ал, жақсы бір жігітті кездестіріп ал, или
удачно күйеуге шығып кет деген сияқты тілектер болса, ол олай істемеуді ұсынамын. Оның логикасы алдыңғымен ұқсас, өйткені әрбір қыздың миссиясы удачно күйеуге шығып кету емес, әрбір әйелдің миссиясы ол бала туып алу емес, және жігіт тауып алу емес. Олардың жалғыз ғана миссиясы бар шығар, ол бақытты, әдемі өмір сүру. Осы нәрсені тілеуге болады. Бақыт тілеуге болады, және мен бір сыныптасым қайталап айтудан шаршамайтын сөз бар, ол бақыттың ішінде бәрі бар ғой деген сөз. Өте суперский тілек деп санаймын. Мен өзім қандай тілек айтамын? Қыздар, әйелдер, қымбаттыларым, мен сендерді жақсы көрем. Вообще мен адамдарды жақсы көрем, солардың қатарында сендерді де жақсы көрем, және ерекше жақсы көрем. Бәлкім емес, скорее всего, бұл табиғаттан берілген сондай ерекше қабілет, қасиет. Бәлкім бұл менің сондай бір сезімім, что қыздарға деген ықыласым ыстықтау. Және бұл өте керемет. Осындай сезімге лайық болғаным үшін сендерге рахмет айтамын. Және осы күнде сендерге тілейтін жақсылықтардан бөлек көп нәрсені естеріңе салғым келеді. Сендер расында барлық жақсылыққа лайықсыңдар. Ешқандай шартсыз, ешқандай интерпретациясыз сондай бір жақсылықтардың иесі болуға лайықсыңдар, игіліктерге лайықсыңдар. Яғни біреудің әйелі, біреудің қызы, біреудің жұмыстасы, біреудің мамасы болғаны үшін емес, жай ғана сендер болғандарың үшін лайықсыңдар. Осыны ұмытпауды тілеймін. Және сендердің айналаларыңдағы басқа әйелдер де, еркектер де сендерді өзімен тең дәрежеде көргенін, өзімен тең дәрежеде сыйлағанын, және өзімен тең дәрежеде емес, лайық деңгейде сыйлағанын, және лайық деңгейде құрметтегенін тілеймін. Расында жеке өздерін қалайтын нәрселер болса, олардың барлығын тілеуге болады. Машина, бриллиантовый сақина деген сияқты. Дегенмен одан да маңыздырақ нәрсе, біздің бәріміз үшін қайырымды қоғам, ізгі, әдемі қоғам тілеймін, чтобы біздің бәрімізге өмір сүру ыңғайлырақ, әдемірек және ләззаты көбірек болу мақсатында. Және бұл сендерден бөлек маған да, мен сияқтыларға да пайдалы және ыңғайлы екенін түсінемін, және сендердің қастарындағы еркектер де соны түсінгенін тілеймін. Вообще сендердің қастарындағы еркектер мен сияқты болғанын тілеймін. Тағы бір маңызды нәрсе бар, ол әйелдер күнінен бөлек еркектер күні деген бар, және бұл сендер ойлап қалуларың мүмкін 7 мамыр күні емес, бұл 19 қараша күні, және осы күнді сендердің ұмытпағандарыңды тілеймін. Біздің өзімізді де ұмытпағанымыз жақсы болар еді, конечно. Және 8 наурызда сендер ерекше бір артықшылықтарға ие болып кетпейтіндеріңді естеріңе саламын. Точно так же, как и 19 қарашада біз ондай болып кетпейтініміз сияқты. Осы ғана. Мен андай онша емес нотамен аяқтайын деп жатқан сияқтымын. Дегенмен бұл өте маңызды деп есептеймін. Және бүгін қастарыңдағы парочкалармен немесе подругаларымен көріп, блин, неге мен жігітім жоқ деп уайымдап отқан болсамдар, немесе жақсы кеш өткізіп жатқан болсамдар, бұл сендерді бақытты қылатын, бақыттарының кепілі емес екенін, және бақыттарыңды шектейтін нәрсе емес екендігін есіне саламын. Точнее, сен парочкаң қасында болса, бұл бақытыңның кепілі емес, сен өзің болсан да бақытты боласың. Точно так же сен парочкаң жоқ болса, ешкім саған гүл бермесе, подругаңмен мұңайып шай ішіп отқан болсаң, Қазақстан шоколадымен, онда бұл да сенің бақытыңа кедергі болмауы керек. Өйткені
сен өзіңмен өзің ақ бақытты бола аласың, және болуың керек екенін есіңе саламын. Осы ойды есіңе сақтап, жақсы кешті аяқтап ұйықтаңдар. Сонымен болып қалды, бірінші эпизодымыз аяғына жетіп қалды. Ұнаса да ұнамаса да тіркеліп қойыңдар, лайк басып қойыңдар және пікір қалдыруды ұмытпаңдар. Енді телеграмдағы конкурсқа қатысты, оны жеңген Ханзада және Ақтолқын деген екі қыздар. Шынымен бұл подкастты махаббаттың түсі деп атайтын болып шештім. Біздің бірінші эпизодтың тақырыбы бұл расымен 8 наурызға қатысты. Уже түсініп қойған шығарсыңдар енді, соңында бұны айтып жатқаным қызық болды. Дегенмен молодцы. Маған жекеме жазсаңдар телеграмнан, сендердің сыйлықтарыңды беріп жіберемін.